бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді. Я достар, біз бүгін өзіміздің ауылда және мен YouTube хаустың және примерно осы жаққа үйімді салғым келіп тұр. Бір кішігірім үй салатын боламын. Сендер арна тіркелі лайктарды бас кетіңдер, ал бізде видео шықпағалы көп болып кетті. Еще ол жайлы кішігірім кешірім сұраймын. Бізде 2 аптадай шықпай кетіпті, байқадым мен. Енді алдағы уақытта видео шығып тұрады деген ойдамын әлі. Енді видео түсірейік. Мен примерно осы жақтарға бір кішігірім үйімді салғым келіп тұр. Бір типа YouTube хаус сияқты дәу емес, бір комнаталық үй. Типа мен осы жаққа саламын сондай, и осы жер жөндеп қойған болатынмын, чтобы соның бәрін ету үшін кейін аналарды алып тастаймыз, и артық қалған жерлерін басқа шөп өсіріп, либо сондай қылдырып тастаймыз. Давайте біз постройканы бастай берейік. Міне достар, бізде примерно өлшеп салдым мен. Астыңғы блоктары осындай кварцтан болады, және де бірінші полы кварцтан болады, и осындай бір кішкентай бір комнаталық үй болады бізде. И мынандай екі шеттері, төбесі 4 шеті неден болады бізде, пурпурный бетоннан, и іші кәдімгі ақ бетоннан болады. Давайте қас салып тастайық. И вот достар, мен полный жауып біттім. Полды кварцпен жауып тастадым, и енді үйдің стеналарын сала берейік. И вот бізде уже қабырғалары примерно осындай болады. Ну, это нерде, андай көрініп тұр. Қазір үй толып біткенде көресіңдер. Достар, міне бізде үйіміз осындай болды. Ну, нормально пока что. Мені сыртынан бит көрсетейін. Әлі терезе анау ештеңе шықпады. Просто бәрі коробка сияқты жабық болып тұр. И вот мына жерде бізде кірер есігі болады. Міне іші қап-қара бізде. Давайте енді терезелерін шығарып сәл жарқыратып қояйық. И вот достар, бізде мынандай болды. Ну, терезелер жетеді, бірдей болды деген ойдамын. Міне сырттан көрмедім әлі өзімде. Ну, в принципе, нормально, да? Думаю, нормально үйіміз шығып жатыр. Бұл үйді неге соғып жатсын дегенде, ну, болады ғой, типа, YouTube хаусқа кірмей, осы жаққа кіруге болады. Типа, комфортный үйда бұл. Сондай. Давайте енді біз сәл терезелерін жауып толтырайық. Вот, достар, қараңдар, мен терезелерді осында пурпурный тереземен жаптым. Осы алдыңғы және артқы терезелер пурпурный болды, и мына шеттері кәдімгі стекломен араласқан болды. Міне осындай терезелер болды, бізде. Думаю, нормально, да? Әдемі көрінеді. Нормально, Давайте енді сәл үйімізге жиһаздарды орналастырайық. Бізде үйіміз осындай болып шықты. Мне кажется, круто, да? Вообще маған өзіме қатты ұнады. Сендерге қалай, комментарийға жазып кетіңдер. И давайте үйдің ішін полный жиһазбен көрсетейін сендерге. Достар, мен үйдің ішін модтармен сәл жөндеп шықтым, орналастырып шықтым. И давайте сендерге көрсетейін. Нормально болып шықты деп ойлаймын. Прям аса қатты күшті емес. Мене кірген жерде бізде оң жағымызда да кухня бар. Бұл жерде, мына жерде тұрып ыдыс-шуып, тамақ істеп, мына жерге қойып, мына жерде де тамақ ішуге болады. Және де мына жақта бізде диванда отырып кітап оқисың. И мына жерде менің компьютерлерім тұрады, ноутбугым, компьютерім тұрады. Міне қазір отырып көрсетейін. Міне мына жерде отырып компьютер шұқылап, парақтарды жөндеп, и ноутбугыма да көңіл бөле аламын. Артта мусорный ящик бар. И мына жерге де отырып тағам іше беруге болады. Міне осындай бар, төбеде вентилятор бар, и жарықтарымыз бар. Наны басып, жарықты өшіріп кетуге болады.
міне жарықтар өсіп қалды уже, и және де жарықты қосуға болады. Жарықтар енді жанды. Короче, осындай үй болып шықты. Менде кішігірім, уютный үй болды десек те болады, иә. Сендерге қалай ұнады ма, комментарийға жазып кетіңдер. Осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен болған менде де. Видеоны арнағыдырге лайктарын өз кетіңдер, және де мен салған уютный үйді 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңдер. Ал давайте, пока!